Қайырлы таң, оянған көрермен. Сауатты жазғысы келетіндерге ғана ұсынғым келетін бір ақпарат бар. Көп байқайтыным, дүкен маңдайшаларында аяқ киім дегенді дефиспен жазып қояды. Ол жерде сонда аяқта киім де сатыла ма? Дефис қойсаңыз сондай мағынаны білдіреді. Ал бөлек жазсаңыз, оның кәдімгі аяқ киім екенін түсінеміз. Көбісі дегенді жиі естимін. Бұл сөздің түбірі қандай? Дұрыс, көп. Ал тәуелдік жалғауын жалғағанда қалай болады? Дұрыс, көбі. Ал бір сөзге бір тәуелдік жалғауы жетеді ғой. Оған көбісі деп екіншісін жалғаудың не қажеті бар? Жалпы, көбісі деп айтқан да, жазған да дұрыс емес. Мына ережені түртіп алыңыз. Біріккен сөздің бір қатары әр компонентінің түбір тұлғасын сақтамай, қалай естіледі, солай жазылады. Мәселен, бел бау емес, бел беу. Қол қабыс емес, қол ғабыс. Қол қап емес, қол ғап. Екіншіден әрі емес, екінші гәрі. Жаным саған сенгім келмейді, алдаған соң үмітті. Бұл ән, өлең емес. Ал бұл өлең. Әннің музыкасыз бөлігі өлеңі. Ал қандай өлеңді ұнатасың? Немесе өлең айтып берші дегенде, сіз поэтикалық туындыны меңзеп тұрсыз. Негізі, өлең оқып берші деген дұрыс сұрақ. Ал қандай әнді ұнатасың? Мына әнді. Асылым сездің. Сауатты сөйлеп, жазып үйренейік. Біз оған лайықпыз.